Қарапайым бір сүттің өзінен қаншама өнім шығаруға болады, және бұлмен бизнес жасауға болады. Егер де сіз үйде отырған келіншек немесе жұмыс іздеп жүрген келіншек болсаңыз, адам болсаңыз, сізге мен қазір сүттен жасалатын бизнес, ағарғанның бизнес идеясын айтқым келіп тұр. Ол үшін үйіңізде сиыр болып, сиыр сауатын болсаңыз, немесе оптом сүт алатын болсаңыз, сол жеткілікті. Ең бірінші қарапайым қолда бар нәрселер, яғни қатық жасау сүттен. Ол үшін сізге баклажка керек болады, және холодильник керек болады. Қатық жасайсыз, болмаса айран жасайсыз, күбімен пісесіз, болмаса электрический айранда пісетін күбілер бар, солмен май аласыз, одан қалғаннан құрт жасайсыз, болмаса сүттің шикі кезінен сепаратордан өткізіп қаймақ аласыз, кілегейканы таза қолдың қаймағы әдемі болады. Сосын ол сүттінен ары қарай тағы да қатық жасауға болады. Осылайынан сіз оны магазиндерге өткізесіз, болмаса қолдың өнімдері сұраныста өте жоғары, үйіңізден келіп клиенттер алып кететін болады. Бастапқыда оборотқа ақша керек дейтін болсаңыз, тек сүтпен қатық жасасаңыз болады. Кейін ақшаңызды жинап алып, осылай сепаратор сатып аласыз, қаймақ жасайсыз деген сияқты, құрт жасайсыз. Құртқа да көп жаттың қажеті жоқ. Кәдімгі үйдегі үлкен кастрюльге пісіріп, оны қалтаға құйып, құртты қолмен жаясыз. Құрт деген өтімді, қысы жазы жейді бала деген. Мен кезінде 4-ші балама аяғым ауыр кезде жасағанмын. Бала босанғаннан кейін қойып кеттім. Себебі маған доставка жасау жағы қиындау болды. Өткен күйеуім жұмыста болатын, мен өзім машина айдамайтынмын. Сол себептен бір жағынан сүт әкелетін жердің сүті де азайып кетті. Сонымен мен оңай жақын жерден сүт таба алмадым да, бұл қалып кетті. Былайынша жасаған адамға өте жақсы бизнес идея.